Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Мен бүгін сіздерге жазғы мезгілде шашқа арналған көбелек шаш қыстырғышын үйрететін боламын. Ол осындай. Ол үшін бізге 12-да, былай 12-да 12 төрт бұрышты осындай лекала қажет болады, және осындай домалақ 12-да 12 қажет болады. Осы 12-да 12 лекалымызды мынау матамызға қойып, үстінен сызып аламыз. Мен сызып қойдым, және де сіздерге көрсетіп жіберемін. Өстіп сызып аламыз. Енді осы сызып алған немізді осыны айналдыра машинкамен тігіп аламыз. Енді міне төртбұрышымызды тігіп болдық. Енді домалағымызды тігіп шығамыз. Осы тігіп алған төртбұрыштымызбен домалағымызды кесіп аламыз. Былай кесеміз. Мен осы кесіп алған домалағымызбен төртбұрыштымызды ортасынан кесіп аламыз, екеуін де. Осындай. Домалақ шықты. Енді төртбұрышымызды айналдырып аламыз.
төрт үстімізбен домалағымыз. Енді осының үстін көтекпен басамыз. Міне осындай домалақ болып, міне өтектеп алдық домалағымызды. Енді төрт үстімізді өтектеп аламыз. Міне осындай болып шықты. Енді өтеміз. Енді осы төрт домалағымызды енді ортасын тауып майыстырамыз. Ол үшін бүйтіп ортасын келтіреміз да, өтегімізбен бүйтіп басамыз. Міне, қыр түсті. Енді осыны ұстай қоямыз. Енді мына төрт бұрыштымызды бұлай майыстырамыз. Бүйтіп майыстырамыз. Енді осылай өтектейміз бұны. Міне, қыр түсті. Енді осыны бұлай өшерінен кішкене асырамыз да, ортасына келтіріп, инемен бекітіп қойдық. Міне мынадай болып тұрады. Енді осыны бұлай үлкен тігіспен шабақтап алдым шыбымды. Енді тігеміз. Оны тігу үшін бұлай тігеміз. Міне осындай тегіс болып шығу керек. Мынағын енді үлкен етіп тігеміз. Міне, үлкен етіп тігеміз. Енді мына инемізді алып тастаймыз да. Енді бұны өстіп тартып қойдым. Енді осыны ұстаймын да орайым. Міне, шығып келе жатыр. Енді мына ортасына салатынын дайындаймыз. Міне ортасын істеу үшін 8-ді 5 см осындай лекалымызды мынадай материалымызды кесіп алдық. Енді осыны былып бітеміз. Өтемді алдым. Мынаны бүйтіп ортасын келтіріп аламын. Ортасы түсті. Енді бұны өстіп қайырып өстіп алу керек. Көріп тұрсыздар ғой өздеріңіз қолдағы. Міне осылай аккуратно істейсіздер. Шығып кетпесін. Осындай төрт-пісті шығады. Енді бұл төрт-пішті міне бірінші ортасын істедік. Сосын бүйтіп қайырдық, оны келдік та осылай өтектедік. Енді және бізге бұған ыстық клейді қолданамыз. Міне еріп бір қазір қажет болады тағы да ыстық клей.
және осыны былай жапсырамыз ыстық күйінде. Сөйтіп айналдырып аламыз. Міне қарай. Сіздер көріп тұрғандағыңыздай. Жабысты, міне ыстық кремнияны көрдік. Көз жеткізіп алдық енді жабысқанына. Енді былай қаратамыз да. Мына жерде тағы да ыстық клей жапсырамыз мені. Міне ыстық клей жабысырдым. Қайтадан сүндіріп жібердім да, енді бұл жерге резинкімді, қара резинка қолданып тұрмын. Мен өйтіп басып тұрамыз қолмен. Резинка жабысып қалғанша. Мына жерден кішкене қиып тастаймыз, артығын. Сосын мына екеуін бүйтіп қайырамыз. Сосын бүйтіп бір-біріне бекітеміз да, өшерін инемізбен тігіп тастаймыз. Міне осылай тігіп жатырмыз. Міне осылай тігіп аламыз. Резинка осылай болып тұрады. Мен сіздерге көрініп тұру үшін көк жіппен тіктім. Енді бұны жерін ажыратамыз. Түйіп тастаймыз уже мына жерді. Осы міне дайын болды шашқа тағатын. Міне арты осындай болып шығады. Міне алды. Осы дайын шашқа тағатын көбелегімізді мына жерлерге немен моншақтап сәндеулеріңізге болады. Және де мына жерге ыстық клей тамызып, міне осындай қылып сәндеуіңізге болады. Міне осындай шаш қыстыратын дайын болды.